Қасиетті Рамазан айында әсіресе туыс-туғанмен қарым-қатынасты нығайту бұл ең маңызды нәрселердің бірі. Көбінде біз айтамыз ғой, онда туысқандарымыз бізді де қажет етіп жатса, кәнекей кейбір туысымыз бар, жақтыра қоймайды, кейбір туысымыз бар, жәрдем берсең жақсысың, жәрдем бермесең жамансың деген сияқты. Қазір ел ішінде де сөз көбейіп бара жатыр, ойбай, табалдырықтан асқан тау жоқ, ағайыннан асқан жау жоқ деп. Бірақ ол кейінгі мынау адамдар суысқан, бір-бірінің қадір қасиетін білмейтін кездегі шыққан сөздер. Шынтуайтына келген кезде бәрібір біз қазақ болып, мұсылман болып, түркі халық болып өмір сүріп жатқаннан кейін туыспенен байланыстың мықтылығы, нығыздығы ол біздің берекеміздің, өміріміздің тиянақтылығының бір үлкен себебі. Мен өзімнің өмірімде бір нәрсеге қатты шүкіршілік етемін. Сонау студент кездерімде, яғни 17-16 жасымда бір айтыстан үлкен жүлде алдым енді. Ол кезде квартира сатып алуға болатындай бір қаржылай жүлде ұтып алдым. Сол кезде енді өзіме де жұмсасам болар, бірақ бір кісілердің насихатыменен әйтеуір өзіміздің ата-әжемізден алған тәрбиеміз бе, бір туысқандарымыздың қажеттілігіне жұмсайын деп ойладым. Сөйтіп бір қиналып отырған бірнеше туысқанымызға жаңағы Алматыдан пәтер алатындай дәрежедегі қаржы қаражатты бір тиынын өзіме жұмсамастан бөліп бердім. Бірақ мен соның бір үлкен игіліктерге ұласатынын ойлаған жоқпын ол кезде. Тек қана әйтеуір туысқандарымның кейбір проблемасы қабырғама батып отырған. Соменен біраз уақыттан кейін енді өміріме қарасам, қандай бір игілікке, қандай бір жақсылыққа жеткен болсам, соның барлығының бастауында соны 16-17 жасымдағы туысқандарыма жасаған жәрдемім тұр екен да. Әрдайым сол тұғыр болып тұр екен. Әрине одан кейін талай жақсылықтарды, ізгіліктерді өзге адамдардан мен де көрдім. Бірақ соның бәрінің бастауында туысқандарға, яғни ағайындарға жасаған жақсылық жатыр екен. Сондықтан ағайын бір қуаныш бір өлді дейді. Пайғамбар алейхиссалам кімде-кім өзінің өмірінің берекелі, ұзын және бақытты болғанын қаласа дейді, туған туысқандарымен жақсы қарым-қатынаста болсын дейді. Сондықтан мына қасиетті Рамазан айында әркім жақсы туысқанымен араласа береді. Бірақ сіз мінезі жайсыз, мүмкін қадіріңізді біле қоймайтын туысқаныңызбен жақсы болыңызшы. Сонда сіз хас жақсы боласыз, нағыз жақсы боласыз. Өйткені өзің туған туысқандарымен арадағы проблеманы шешіп жүрген адам сырттағы бөтен адамдармен болған конфликтіні, әртүрлі кикілжің, интриганы оңай шешеді. Бұл үлкен бір жағынан тәжірибе алаңы, екіншіден үлкен сауап алатын үлкен бір майдан ғой. Сондықтан туған туысқандарыңызбен араларыңыздағы жақсы қарым-қатынастарыңыз ол Алламен араңызды жақсартатын үлкен игілікті іс деп ойлаймын. Рамазан айында туысқандарымызбен арамызды жақсартайық ағайындар.